25 қарашада қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері Міржақып Дулатұлының туғанына 135 жыл толады. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада бұрынғы Торғай облысында Қызбел ауылында дүниеге келген. Әкесі Дулат аты шыққан шебер, анасы Дәмеш әншілікке бейім болған. Міржақып өз бетінше ізденіп, орыс тілін жетік меңгереді. Мұғалім болған 6 жылдың ішінде оң мен солын танып, ұлт қамы үшін күресуге дайындалады. Бұл кезең патша үкіметінің отаршылдықты қазақ даласында күрт күшейтіп, қалың елге тізесін қатты батырып тұрған шағы еді. Бұл жағдай сол кезде қазақтың көзі ашық оқыған зиялы азаматтарына қозғау салды. Ұлт үшін қызмет көрсетудің үздік үлгісін көрсеткен арыстардың қатарында Міржақып Дулатұлы да болды. Ахмет Байтұрсынов ұйықтап жатқан елді оятамын деп масасын ұшырса, Міржақып Дулатұлы оян қазақ деп ұран салды.